Күйеуімді қуантайын деп ерекше бөлке пісіргенімді қайтейін. Үйде отырсың ғой, күнде осылай пісірсейші демес бар ма? Бірақ мен ренжіген жоқпын. Егер отбасыма ұнаса, демек мен махаббатпен пісіргенім ғой. Мұндай рецепт қызарған жүкшеден қапы қалмасын аямаңыздар. Жылы сүт пен суды табаға қойып, қант пен тұзды жұмыртқа мен ашытқыны салып шайқап алған соң, ұнды сұйық массаға біртіндеп қосамыз. Кейін сары майды салып қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр елеп аламыз. Қамырды жылы жерге көтерілгенше қойып, арасында бір елеп тындырып аламыз. Осылай қамырымыз әдемі болып көтеріледі. Оны теңдей етіп 12 бөлікке бөліп күшілеп қоямыз. Тынған күшілерімізді оқтамен жаямыз. Салмасы өз қалауыңыз. Мен салмасы үшін ірімшікпен тартылған етті қуырып алып қостым. Салмасын салған қамырдың шеттерін біріктіріп жабамыз. Алдымен сүтке, сосын күнжітке саламыз. Ортасын пышақпен тіліп, қайықшаның формасын береміз. Бөлкелеріміздің бетін салфамен жауып, жарты сағатқа тындырып қойған соң, 180 градуста қызып тұрған пешке 35 минутқа қоямыз. Үйдегілерді таңғалдыру оңай емес. Бөлкелер расымен де күшті шыққан, сақтап алыңыз.